Арада 1 жыл өтіп, 7-сыныпта жүрген кезіміз. Бірде әкем екеуміз көше бойлап теңіз жақтан жаяулатып келе жаттық. Күздің құт қашырған сұп-сұр бұлыңғыр күндерінің бірі болатын. Қыт-қыттаған бірер тауық, шарбақ түбінде бүк түскен кәрі төбеттен басқа көшенің ұзын бойында қыбыр еткен жан жоқ. Сол кәрі төбеттің арғы жағында шүңкиген, шүмек бет, жадау шал отырған. Мен ол шалды алыстан байқап келе жаттым. Үй сыртындағы ұзын орындықта екі бүктеліп, құныстана қушиып қалыпты. Кескіні тым солыңқы, беті әлпеті күлдей, сақал жоқ, қайыстай қатқан сүркіс екен. Аузына түскен сирек мұрты ғана болымсыз қыбырлайды. Біз қасына жақындағанша қабағын көтермей, таяғына сүйеніп, тұқшиып отыра берді. Ақжамау болған ескетігіне телміріп, терең ойға батқандай кейіпте. Оқта-текте құмыға күркілдеп қояды. Маған бұл адам ашық күнде адасып, жападан жалғыз қалған жандай көрініп кетті. Жақындай бере әлгі шал әкем емес, соңында салпақтаған мен жаққа көзін сыдырта бір қарап өтті де қабағын қайта түсіріп жіберді. Соның өзінде шібіш көздері тікшие, қадалып жек көре қарағандай болған. Әкеме бұрылып едім, ол кісі мынау қатпа шалды аңдамаған тәрізді, керзетігін тарпылдатып, көшемен туралай тартып барады. Әкемді білмедім, мына жетім қарияға сәлем бермей, тасырайып қасынан өте шығуды мен өзіме ұят санадым. Жон арқам шымырлап, әлде бір қалтарыстан класс жетекшім Людмила Васильевна сығалап қарап тұрғандай ыңғайсызданып кеттім. Сол оймен бұрыла беріп едім, әкем бәрін байқап келеді екен, шап беріп білегімнен ұстай алды. Қатты қысып жіберді де өзіне қарай жұлқи тартып қалды. Әке, қолымды ауырттың? Шыр етіп жан даусым шығып кетті. Сүрініп барып, бойымды әзер тіктедім. Жүр былай. Әкем қолымды сәл босатты, бірақ жіберген жоқ. Сәлем десейін деп едім. Ренішімді сездіріп қоңқылдап келем. Жүр былай. Мен бір жаққа қашып кетерде қолымды жіберсейші, жетектеп келеді. Әлгі адам біршама ұзаған соң ғана босатты. Түкті түсінбей, жыларман күйге жетіп, әкеме жаутаңдай бердім. Әдетте менің үлкендерге қол сынып амандасып, иіліп сәлем беріп жатқанымды көрсе, іште еміреніп, жадырап қалушы еді. Онысын өзі ашып айтпаса да, әлде бір балалық түйсікпен сезінетінмін. Енді мына қылығы несі? Бұғай мінезі? Құдай ақы, туғалы бер әкемнен дәл мұндай ожарлықты күткен жоқпын. Әкемнің әлгіндегідей жайдары жүзі бұзылып, шауар бұттай түнеріп алған. Мұрнын жырып қояды, жиіркенген сыңайда. Мұнысын көргенде мен шынымен бірдеңені бүлдірдім бе деп қапалана бастадым. Әкем үнсіз жауап берер жағдайда емес, сайтан ұстап іштей буырқанып-ақ келеді. Апай, үлкен кісілермен амандасып жүріңдер деген, басқадай не айтарымды білмедім. Егер бірдеңені бүлдірген болсам, бұл менің ақталған түрім болатын. Біздің үйге бастар көлеңке көшеге түскенде ғана әкем аял жасап, иығымнан құшақтады, сосын бауырына тартты. Балам деп бұрылып көзіме тіке қарады. Даусы бір түрлі тарғылдау шықты. Сенен ешқандай да қателік жоқ, балам. Қателік анау кісінің өзінде. Солай деді де мені иығымнан құшақтаған күйі үйге қарай жылжи басып жүріп кетті. Сәлемнің де жөні болады, балам, деп жүре сөйлеп. Саған айтарым, көрінгенге жалпылдай берме. Жайлап, ойланып барып қолыңсын. Олай дейтінім, бұл өмірде сәлем бермей, аулақ жүретін адамдар да толып жатыр. Ондайды да біліп жүргенім жөн. Әрине мен түк ұқпасам да, ақылына толық келісіп дегенін мойындап бас изедім. Әкем жүре сөйлеп келеді. Жаңағы кісі бұл өмірде сен сәлем бермес сондай адамның бірі. Оның сырын айтайын. Мына мен 4 жыл соғысқа бастан аяқ қатысып қайттым. Неше рет жараландым да. Соғыстың азабы мен қасіретін бір кісідей бастан өткердім. Су ішкілігіміз болған шығар. Нелер бір қанды қасаптан тірі шығып, елге аман-есен оралдық. Қуанышпен туған жерімізге келіп, адалынан еңбек еттік. Содан зап берме болып жүрген жерімде үстімнен нақақ жала жауып, 15 жылға айдалып кеттім. Біраз жыл түрменің азабында тарттым. Әйтеуір, Сталин өлген соң барып қана 50-дің 5-інде ақталып бір жола босап шықтым. Мен бұрылып әкемнің күреңіткен бет жүзіне қарадым. Көп сөзге жоқ, сырға сараң, әкемнің бір кездері сотталған туралы мен дәнеңе де білмейді екенмін. Әкеміз біздің түсінігімізде қан майданда жаумен шайқасқан, ақыры сол жауды жеңіп, желпілдеп үйге жеңіспен қайтқан, кеудесінде жарқыраған қызыл жұлдыз ордені бар, Кенигсбергтегі алғаны үшін медалі бар, қаһарман солдат, ауылдың батырытын. Мынау әңгіме мен үшін түйеден түскендей тосын жаңалық болды. Миымды айналдырып, ішкі әлемімді астан-кестен етіп жіберді. Батыр санаған әкемді сотталды дегенге өрем жетер емес. Мені 15 жылға айдатқан жаңағы кісі, деді әкем. Ол кісі көп жылдар бойы НКВД-ның жансызы болған.
Сенің нағашы атаң Әлмірзаны да Жапонның шпионы деп жала жауып 25 жылға кескізген осы шал. Нағашың ит жеккенге айдалып, содан көп жылдан соң көксау болып қайтты. Ақыры содан көз жұмды. Көршіміз Сағынғали ағаң есіңде ме? Соның әкесі мұғалім болған кісі еді. Бала күнімде мені де оқытқан. Сол мұғалімді де халық жауы деп ұстатып атқызып тастады. Олар ғана емес, тыңшы болған бұл кісі осы қаланың көп адамын нақақ ұстап берді. Соттатты, айдатты, аттырды. Оны жұрттың көбісі біледі. Білгендер бұл кісінің жанына жоламауға тырысады. Қолы қанға боялған, халықтың қарғысына қалған адам бұл. Соны біліп қой, балам. Расында да Әлмірза нағашың Сібірде болған дегенді менің де емсем естігенім бар. Бірақ ол жаққа не үшін барғанын, не істегенін нағашым бізге ғұмыр айтқан емес. Апырмай, неліктен осы үлкендердің ойлары тұспал, бойлары жұмбақ келеді екен. Әкемнің қолы қанға боялған деген сөзі жүрегімді дір еткізді. Мұндай жаман сөзді бұрын естімеген екенмін. Әкемнің қолы қанға боялған деген сөзі жүрегімді дір еткізген. Мұндай жаман сөзді бұрын естімеген екенмін. Екі алақанымды қатар ашып, күдіктене қарадым. Сосын бірдеңе жұғып қалғандай, екеуін де шалбарыма ысқылап жібердім. Құрметті аудио тыңдарман, әңгіме көңілдеріңізден шыққан болса, аудио мәтін каналының дамуына үлестеріңізді қосып, лайк басып, смайлик қалдырып кетіңіздер.